Арғымақ аттың баласы аз оттап көп жусайды, асыл ердің баласы аз сөйлеп көп тыңдайды. Бұқа болар бұзау биттейінен белгілі, батыр болатын бала титтейінен белгілі. Өсер елдің баласы қозысын күтіп қой қылар, өспес елдің баласы қозысын сойып той қылар. Ата бәйтерек, бала жапырақ. Әдепті бала арлы бала, әдепсіз бала сорлы бала. Баланың өскен бесігі, кең дүниенің есігі. Ата асқар тау, ана бауырындағы бұлақ, бала жағасындағы құрақ. Өз ұлын өзекке тепсең де кетпес. Ұлың өссе үлгілімен ауыл бол. Өзіңнен тумай ұл болмас, сатып алмай құл болмас. Қонағын жақтырмаған баласын ұрады. Балалы үйдің ұрлығы жатпас. Басқа келген бақты кесірлі бала қашырады. Баланың сөзі батпандай. Балалы үйрек көлден кетпес, баласыз жас елден кетпес. 6 жасар бала алыстан келгенде, 60-тағы ақсақал сәлем берер. Бала, баланың ісі шала. Өсер елдің баласы бірін-бірі батыр дейді. Өшер елдің баласы бірін-бірі қатын дейді. Жылайын деген баланың 3 күн бұрын көзі қышиды. Балаңды 5 жасқа дейін хандай көр. 15 жасқа дейін құлдай жұмса, 15 жастан ары онымен досыңдай ақылдас. Жақсы бала сүйік, жаман бала күйік. Ананың сүті бал, баланың тілі бал. Жақсы бала әкесінің басын төрге сүйрейді, жаман бала әкесінің төрдегі басын есікке сүйрейді. Атадан жақсы ұл туса, қар үстінде от жанар. Атадан жаман ұл туса, ат үстінде ит қабар. Бала әкеден не кете туады, не жете туады, не өте туады. Балалы үй базар, баласыз үй қумазар. Балаға қуаныш сыйлай отырып, оқыта тәрбиелеуге міндеттіміз. Бала тапқандығы емес, бала қаққан мен баққандығы. Перзенттер аналарды гауһардан да артық безендіреді. Бір түп раушан өсіріп, алғашқы гүлдің қуанышына бөленудің, гүлді адамға беріп, сол сәттен толғанысты бастан кешудің, жаңа адамды тәрбиелеудегі маңызы егістік жерді жыртумен, астық өсірумен, ащы термен, алақандағы күсті және еңбек рахатын танумен бірдей. Балалық шақтағы есею және ерте жастық кезіндегі еңбекпен шұғылданған өмір адамның дене бітімінің дұрыс қалыптасуының маңызды бір шарты. Анағұрлым қиын тиетін қайта тәрбиелеу жұмысына оралмау үшін әуелден дұрыс тәрбие беруге
тырысу керек. Баланы өмірдің өзінен қорғауға болмайды. Тәрбие жұмыстарының дәл мәні сіздің балаға тікелей әсер етуіңізде емес, көзбе-көз әңгімелесуіңізде емес, ол сіздің өз отбасыңызды ұйымдастырудың, сіздің жеке және қоғамдық өміріңізді және бала өмірін ұйымдастыра білуіңізде. Жас балалардың үлкендердің әңгімесін тыңдауды ұнататынын ұмытпаңыз. Сондықтан әрқашан балалардың қасында тұрып, бала өмірінде ойынның маңызы зор. Ол ересектердің қызметінде, жұмысында, қызмет бабында қандай мәнге ие болса, мұнда да сондай мәнге ие болады. Бала ойнағанда қандай болса, есейгенде жұмыста көп ретте сондай болады. Сондықтан да болашақ қайраткерді тәрбиелеу ең алдымен ойында басталады. Ата-ананың тәрбиесі бала мінезінің іргетасы. Ешбір әке баласына жақсы тәрбиеден артық ештеңе бере алмайды. Бала әдетті жасынан тамызықтап жинайды. Әйелдің өз перзентін үйретіп өсіруге ұмтылуы қанында бар және оған мұнымен бірге осыған сай қабілет бар. Неғұрлым аз жәбір көріп өскен бала өз намысын жақсы түсінген азамат болып өседі. Балаларыңа өздері таппаған байлықтың салмағын салып қажеті жоқ. Бұл олардың өміріне балта шабады. Балалар тәрбиесін үлкендерден бастау керек. Балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Балаң ақылды әрі есті болсын десең, дені сау, мықты етіп өсір. Ол жұмыс істесін, әрекеттенсін, жүгірсін, айқайласын, тынымсыз қимыл үстінде болсын. Баланың рухани өміріне тереңде қарай алмаған адам нағыз тәрбиелеуші бола алмайды. Баланы өз күшіне сендіріп үйрету керек.